Армысыздар, құрметті қауым. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Жұмабек Ташеновтың туғанына 110 жыл толуына арналған «Тау тұлғалы Ташенов» атты бейнероликті ұсынады. Жұмабек Ахметұлы қазақ тарихындағы шоқтығы биік мемлекет және қоғам қайраткері. Ақмола облысы Аршалы ауданында Танакөл ауылында 1915 жылы наурыздың 20 күні дүниеге келген. Ол 1933 жылы Ақмола құрылыс техникумына оқуға түседі. Оқуын аяқтамай 1934-38 жылдары Красноармейский, Ақмола, Вишнев, Нұра аудандарында жауапты қызметтерде жұмыс істейді. Жұмабек Ахметұлы өзінің өмірбаянында 1928-40 жылдары комсомол мүшесі болғанын көрсетеді. Жас Жұмабек Ақмоладағы жастар ұйымының жұмысына қатысып, қала жастары арасындағы қоғамдық саяси жұмыстарды жүргізуде ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленеді. Ол 1940 жылы коммунистік партия қатарына қабылданады. Қызмет жолын аудандық комитеттің хатшылығынан бастаған. Өткірде іскер жігіт Солтүстік Қазақстан облысындағы қоғамдық тамақтандыру бөлімінде істейді. Облыстық жер бөлімі бастығының орынбасары, облыстық партия комитеті басшысының орынбасары болады. Ақтөбе облысы партия комитетінің бірінші хатшысы, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғары кеңесінің төрағасы болып қызмет атқарады. 1941 жылы Жұмабек Ахметұлы осы ауданда қызмет істеп жүрген өзі сияқты жас маман Бәтес атты бойжеткенмен танысады. Жұмабек Ахметұлының зайыбы Бәтес Ыдырысқызы Ташенова Ақмола облысының Ақкөл ауданының тумасы еді. Жұмабек Ахметұлымен танысып, 1941 жылы екеуі отбасын құрады. Осы Бейнетқор ауданында тұңғыш баласы Саян 1942 жылы өмірге келеді. Жұмабекпен 45 жыл тұрмыс құрдық. Жұмабек бұл дүниеден тек шындық пен әділдікті ту етіп, ешкімге еш уақытта жалынбай өтті ғой, тек жағдайын айтып, көмек сұрай келгендерге көмегін аямайтын, ал өзіне еш нәрсе сұрамай өтті деп Бәтес апай еске алады. Жеке парағында автор өзінің 1951 жылы Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің мүшесі болып сайланғанын көрсетеді. 1951 жылы Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы жоғары кеңесіне депутат болып сайланады. 1952 жылы Ақтөбе обкомы мүшесі болып, оған ең үлкен облыстың бірін басқаруды сеніп тапсырады. Жұмабек Ахметұлы Ақтөбе облысының 12-ші басшысы болады. Металлургия мен мұнай-химия өндірісі дамыған, жер аумағы үлкен, ауылдық жерде халқы сирек қоныстанған, жол қатынасы қиын, осы облысты басқарып нәтижеге жеткізеді. Жұмабек Ахметұлы 1960 жылы Қазақстан үкіметінің басшысы қызметіне бекітіледі. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы министрлер кеңесінің төрағасы қызметінде болғанда 212 пәтерлік үлкен жаңа технологиямен салынған үйді түгелімен өнер және әдебиет қайраткерлеріне бергізді. Қазіргі Алматы қаласындағы Қонаев пен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысындағы сол үй бүгінге дейін Қазақ ауылы немесе Ташенов үйі деп аталады. Сонымен қатар Жұмабек Ахметұлы Ташенов халықты орналастыру мәселесін шешуде де белсенді болды. Комиссия төрағасы ретінде Ташенов сотталғандарды ақтау ісінде ғана емес, сондай-ақ қуғын сүргінге ұшырағандардың отбасыларын, ата-аналары лагерлерде қаза тапқан балаларды тұрғын үймен қамтамасыз етуде де көп қызмет атқарды. Оның тікелей атсалысуымен Сәкен Сейфуллиннің, Бейімбет Майлиннің, Ильяс Жансүгіровтің және де басқа да Сталинді қуғын сүргіннің темір құрсауына түскен тұлғалардың шығармалары қайта басылып жарыққа шықты. Хрущев республиканы бөлшектеу туралы жобаны бірнеше рет көтерген болатын. Жұмабек Ташенов әлбетте Қазақстанды территориялық бөлшектеуге қарсы шықты. Қазақстанның 5 облысын аман алып қалды. Қазақтың көрнекті жазушысы Ғабит Мүсірепов менің жүрегімнің төрінен орын алатын, менің ерінім Жұмабектің қадамы құтты болсын деген бір кездегі жүрек жарды тілегі бүгіндері де әр қазақтың көңіліне қонымды сөз болып тұрғанын уақыт тарих көрсетіп отыр. Өйткені елін жерін тоталитарлық жүйенің озбырлығынан қорғап өткен Жұмабек Ташенов сынды азаматымыз халықтың жүрегінен мәңгі орын алды деп ашық айтатын заманға да жеттік деген екен. Жұмабек Ахметұлы Алматы қаласындағы көше аттарына да бағыт-бағдар беріп, Абай ақынның да атын бергізді. 50 теңге Жұмабек Ташеновтың 100 жылдығына арналып 2015 жылы шығарылды.
Көптеген мемлекеттік марапаттарға ие: Ленин ордені, Еңбек Қызыл Ту ордені, құрмет белгісі және медальдары бар. Экономика ғылымдарының кандидаты Жұмабек Ахметұлы Ташенов 1986 жылдың 18 қарашасында қайтыс болды. Шымкент қаласында жерленген. Жұмабек Ахметұлы Ташенов атына Шымкент, Петропавл, тағы да басқа қалаларда көше аттары берілді. Ескерткіштер салынды. Петропавл қаласы және Ақмола облысы, Аршалы ауданы Аршалы кентіндегі мектептерге оның есімі берілген. Қазақстан ұлттық телеарнасы бірқатар тарихи тұлғалар жайлы телесериал түсіріп, көрермен назарына ұсынған болатын. Оның ішінде жоғарыда аты аталған Ташенов тұлғасына қатысты Ташенов Тайталас атты телехикая да түсірілген. Телехикаяның басты рөлін сомдаған Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрының белді актері Төлеубек Көмбайұлы. Жұмабек Ахметұлы Ташенов туралы кітаптар да жазылған. Өтер жылдар, жетер жылдар жаңғырып, сөз бен ісін өткен шаққа қалдырып, ұлт тағдырын биік қойған биліктен, арыстардың аты өлмейді мәңгілік.